Педри шынымен де Реалға ауса ма? Барселонаның президенті өз орнына неге кетті? Юрген Клоп Мадридтен үй сатып алып, Реалға келетін ойыншылардың тізімін Флорентино Переске берді. Сондай-ақ Мохамед Салахтың қай клубқа ауысатыны белгілі болды. Бүгінгі шығарылымда осы және басқа да жаңалықтарды талқылайтын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Біз шетел бол арнасы футбол жайлы қазақ тіліндегі контентті дамытып, әлем футболындағы қызықты жаңалықтармен, инсайттық ақпараттармен бөлісеміз. Сіздердің арқаларыңызда өткенде трансферлер жайлы түсірген видеомыз жақсы қаралым жинады. Егер біздің арнаға жазылмаған болсаңыз, аз ғана уақытыңызды бөліп, тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл біздің түсірген дүниеміздің көп қаралым жинауына әсер етеді. Біздің арнада Реал мен Барселонаның жанкүйерлері өте көп екенін білеміз. Ендеше алғашқы жаңалығымыз осы қос клубқа қатысты болайын деп тұр. Испаниядағы белгілі пабликтер Педридің 2027 жылы Реалға ауысуы мүмкін екенін жарыса жазуда. Флорентино Перес осыдан 26 жыл бұрынғы оқиғаны қайталағысы келетін секілді. Ол кезде өздеріңіз білесіздер не болғанын. Реал президенті Педриді клубтың 27-28 жылғы маусымдағы басты трансферлік нысаны етіп белгілеген екен. Испаниялық журналистер Сиро Лопес, Роберто Гомес және Хуан Гато Барселонада өзін бақытты сезініп жүрген Педриді Реал ақшамен арбауы мүмкін деп есептейді. Перес Педриді алу арқылы командасын күшейтіп қана қоймай, басты қарсыласын маңызды ойыншысынан айырғысы келеді. 2000 жылы Перес сайлауға түспей жатып, Реал президенті болсам, Барселонада жүрген Луиш Фигуды командаға әкелемін деп уәде берген еді. Бұл уәдесінде тұрып португалиялық футболшы Мадридті клубқа ауысты, бірақ Педриді алу әрине оңай болмайды. Оның каталониялық клубпен 2030 жылға дейін жарамды келісім шарты бар. Ал өтемақы құны 1 миллиард евроны құрайды. Фигуды сол кезде трансфер рекордын бұзып, 62 миллион евроға сатып алған еді. Бұл Барселона жанкүйерлерінің ашу-ызасын тудырды. Оған дейінде, одан кейінде Барселонадан Реалға біраз футболшы ауысқанымен Фигудың трансфері үлкен резонанс тудырды. Соңғы рет қос клуб арасындағы трансфер 2007 жылы орын алды. Ол кезде Хавьер Савиола Каталониядан Мадрид клубына ауысты. Осы тұста Барселона мен Реалда доп тепкен белгілі футболшыларды тізіп шығайық. Олардың қатарында Бернт Шустер, Микаэль Лаудруп, Роналду Назарио, Луиш Фигу, Хавьер Савиола, Георге Хаджи, Роберт Просинечки, Луис Энрике және Самуэль Этоо бар. Ұзақ жылдық үзілістен кейін бұл тізімге Педри қосылуы мүмкін. Қалай ойлайсыздар? Барселонаның жұлдызы шынымен де Реалға ауса ма, әлде бұл журналистердің шығарған кезекті өтірігі ме? Немесе Перес осындай ақпарат арқылы барлығының назарын өзіне аударғысы келді ме? Жел болмаса шөптің басы қимылдамайды. Бұл жаңалыққа қатысты өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Реал жайлы тақырыптан алыстамаймыз. Қазір жаңа бас бапкер табу күн тәртібіндегі ең алғашқы мәселе болып тұр. Альваро Арбелоның уақытша келгенін ұмытпайық. Ертең 2-3 матч қатарына жеңілсе, Перес оны да қызметінен босатып жібереді. Хаби Алонсо мен Анчелоттиді басынан сипамаған президент Арбелоны аяй қоймас. Жоспар бойынша Арбело команданы маусым соңына дейін баптау тиіс. Ал жаңа маусымда бапкерлік тәжірибесі мол. Топ клубтарда жұмыс істеп қана қоймай, сол клубтармен бірге трофей жеңген бапкер келуі мүмкін. Қазір бұл талаптарға сәйкес келетін бапкер ретінде Юрген Клоптың есімі жиі аталуда. Red Bull жүйесінде жұмыс істеп жүрген Ливерпульдің экс-бапкері корольдік клубтың ұсынысын қабылдауға дайын отыр. Тіпті Мадридті клубқа өзінің талаптарын қойып үлгеріпті. Клоп алдағы жазда Реалдың 2 орталық қорғаушы және 2 жартылай қорғаушы алғанын қалайды. Дайо Упамекано, Алекс Хименес, Ангело Штиллер, Бруно Гимараеш, Кәрім Нони Бензема, Кәрім Адейми секілді ойыншылардан тізім жасап қойған екен. Одан бөлек Лионда жалда жүрген Эндриктің оралғанын қалап отыр. Эндриктің қалай шайқап жүргенін өздеріңіз көріп отырған шығарсыздар. Ал Дани Карвахаль мен Ферлан Менди неміс маманның жоспарына енбеген. Кейбір дерек көздер 58 жастағы бапкердің Мадридтен 4 миллион евроға зәулім үй сатып алғанын хабарлауда. Клубтың жаңа жекежайы Сантьяго Бернабеудің 1 сағаттық жерде орналасқан екен. Реалға келген жағдайда жазда еркін агент атанатын Ибраима Конатені де шақыруға мүмкіндік туады. Клубпен Ливерпульде жолы тоғысқан француз футболшысы әлі күнге дейін Мерсисайдта клубпен келісім шартын созбады.
Реалдың капитаны Күненің көзі асылдың сынығы саналатын Дани Карвахаль алдағы жазда Мадридтен кетуі мүмкін. 34 жастағы қорғаушы қазірдің өзінде Реал бапкерінің сеніміне кіре алмай отыр. Жарақатынан толықтай айығып, алаңға шығуға дайын екенін дәлелдеу үшін Антонио Рюдигермен бірге Лондонға барып, медициналық тексерістен өтіп келіпті. Тексеріс нәтижесін Мадридті клубтың медициналық штабына ұсынған екен. Реал капитаны 2026 жыл басталғалы бері небәрі 2 матчқа қатысқан. Қатысты деп айтудың өзі ұят. Алаңда 29 минут қана өткізіпті. Бірақ соған қарамастан Дани соңғы кездегі Испания құрамасының бас бапкері Луис де ла Фонтемен жиі сөйлесіп жүр. Қызыл фуриямен Европа чемпионы атанған бапкер Карвахальды әлем чемпионатына алып баруды жоспарлап отыр екен. Бірақ оғанда 29 минут дегені ұнамай тұр. Карвахаль осы маусым аяқталған соң кетеді деген болжам бар, ал Реал Мадрид басшылығы үшін клубтың легендаларын сый құрметсіз шығарып салу деген әшейін сән ғой. Бұған дәлел Касильястың көз жасы. Ал Реалдың басты бәсекелесінде жағдай мәз емес. Ойыны, нәтижесі бәрі тұрақты. Бірақ басшылығында өзгерістер орын алды. Барселонаның президенті болған Жоан Лапорта отставкаға кетті. Каталониялық клубта 15 наурыз күні президент сайлау өтеді. Ережеге сәйкес Лапорта сайлауға қайта түсу үшін қызметінен кетуге мәжбүр болды. Жоан 21 жылы 54% дауыс жинап, Барселона президенті атанған еді. Бұл жолы сайлауға Лапортадан бөлек тағы да 3 кандидат қатысып жатыр. Олардың қатарында 4 жыл бұрынғы сайлауда бақ сынаған Виктор Фонт, Барселонаның бұрынғы басшылығына қызмет атқарған Хавьер Вилахуана және экономист Марк Сирия бар. Каталония мен Андорра аймақтарында өтетін дауыс беру рәсімінде клубтың 100 мыңға жуық акционері қатысады. Ал ол уақытқа дейін Барселонаны уақытша Рафа Юсте басқара тұрады. Егер Лапорта мырза сайлауда жеңіске жете алмаса, Ханси Флик пен Деку Барселонадан кетуі мүмкін екен. Виктор Фонт алдағы күндері сайлау бағдарламасын ұсынатынын хабарлады. Ол жақында берген сұхбатында Фликке тұрақтылық керек, оған қазіргі жағдай ұнайтын шығар, бірақ біздің жобамызды көрсе, қатты таңғалайын деп тұр. Жалақы фондын түсіру үшін Иниго Мартинесті жіберіп, кейін қорған шебіне ойыншылар жетпей жатыр деп, Жоау Канселоды алу тұрақтылыққа жатпайды деп, клубтың әрекетін сынға алды. Сонымен қатар Жоан Лапортаның жеңіске жету үшін клубтың баспасөз қызметін пайдаланып жатқан алға тартты. Айтпақшы, Виктор Фонт сайлауда жеңіске жетсе, ең алдымен Мессиге қоңырау шалып, оны Барселонаға алдыртатын мәлімдеді. Месси Барселонаның бас аңызы болғанымен, қартайған, тісі батпайтын қасқыр Барселонаға керек па деген сұрақ туындап тұр. Ал Хавьер Вилахуана онлайн дауыс берудің жоқтығына қатты ашынып отыр. 21 жылы 20 мыңдай адам сайлау учаскесіне бармай онлайн дауыс берген екен. Вилахуана да Сирияда әзірге нақты ештеңе ұсынбайды. Екеуі де әшейін массовка. Соған қарағанда сайлау кезіндегі басты бәсеке Жоан Лапорта мен Виктор Фонттың арасында өтетін сыңайлы. Соңғы 2,5 жыл бойы Барселона жаңа ойыншыларды тіркеу кезінде үлкен проблемаларға тап болды. Алдағы жазда каталониялықтар жалдау шарты бойынша өнер көрсетіп жүрген Маркус Решфордты толықтай сатып алуды жоспарлап отыр. Келісім шартта англиялық шабуылшыны 30 миллион евроға сатып алу мүмкіндігі қарастырылған. 28 жастағы шабуылшының Блауграна сапындағы көрсеткіші ғаламат болып тұр. 34 матчта 10 гол соғып, 13 ассист жасады. Мұны бақылап жүрген Манчестер Юнайтедтің жаңа бас бапкері Майкл Керрик Решфордты командаға қайтарып, негізгі ойыншы етуге дайын екен. Бірақ Барселона нақты шешім қабылдап қойды. Алдағы жазда Маркусты 30 миллион евроға сатып алмақшы. Каталониялықтар оны тіркеу кезінде де қатты қиналмайды. Ал Решфордтың бұрынғы клубы Майкл Керрик келгелі бері сұрапыл ойнауда. Ана жанкүйерін шашын алса екен деп бүкіл команда барын салды. Басы әдем басталып еді, АПЛда 4 матч өткізіп, барлығында жеңіске жетті. Анау-мынау емес, чемпиондыққа таласып жатқан Арсенал мен Манчестер Ситиді жеңді. Фулхэмге қарсы ойында Ферги таймның куәсі болдық. Соңғы ойында Вест Хэмді ұтқанда сән болып кетер еді, бірақ амал жоқ. Әлгі мемге айналған жас жігіттің шашы тағы 5 жеңіс сериясын күтетін болады. Керрик әлгі жанкүйер жайлы естігенін мәлімдеді. Маған ол туралы ұлдарым айтты, бірақ бұл команда ішінде кәсіби тұрғыдан талқылайтын мәселе емес. Бұл оқиға менің күлкімді келтірді. Бірақ біздің жағдайымызға мүлдем әсер етпейді, деді MU-дің бас бапкері. Әлгі жігіттің арқасында Манчестер Юнайтедке деген қызығушылық арта түсті. Қазір барлығы қызыл сойқандардың нәтижесін қарап жүрген еді. Майкл Керрик осы қалыпта жалғастыра берсе, уақытша емес Манчестер Юнайтедтің тұрақты түрде бас бапкері болып бекітіледі.
Футбол сарапшылары Майкл Керрикті қандай бапкер екенін анықтау үшін Манчестер Юнайтед ол үшін қатарынан 2-3 матчта жеңілу керек деп отыр. Сол кезде англиялық маман осы қысымға шыдай ала ма, жоқ па, және сондай сәтте қалай жұмыс істейтіні белгілі болады екен. Қазір Челси жанкүйерлері қызыл сойқандар қашан жеңіледі екен деп күтіп отыр. Ал MU-ды барлығы білетін шығар. Робин Гуд секілді мықты командалардан ұпай алып, аутсайдер командаларға ұпай таратады. Алдағы жазда тағы да бомба трансферлердің куәсі болуымыз мүмкін. Дәл қазір Бавария сапында жарқырап жүрген Майкл Олесеге қызығып жатқан клубтардың қарасы көп. Осы маусымда 24 жастағы Вингер 33 матчқа қатысып, 13 гол мен 24 нәтижелі пастың авторы атанды. Статистикасын қараңызшы, өткізген ойыннан жасаған нәтижесі көп. Ассист көрсеткіші бойынша топ 5 лигада жеке дара көш бастап тұр. Осыған қарап, Олесені оң қапталда ойнайтын ең үздік Вингер деп еш ойланбай айтуға болады. Қазір француз футболшысына Манчестер Сити мен Челси көз тігіп отыр. Бірақ Баварияның оны жібере салуы екіталай, себебі Олесені өткен маусымның басында Кристал Пэластан 55 миллион евроға сатып алған болатын. Кейбір ақпарат көздері мүмкінді клуб өз футболшысы үшін 150 миллион евро сұрайды деп хабарлауда. Оның неміс мәшінесімен әлі 3,5 жылдық келісім шарты бар. Айтпақшы, жақында ғана 41 жасқа толған Роналдудың бойкоты аяқталды. Өткен шығарылымда Криштианудың Әл-Наср ойындарына бойкот жариялағанын хабарлаған едік. Португалиялық шабуылшы командасының басты бәсекелесі саналатын Әл-Хилалға Кәрім Бенземаның келуін әділетсіздік деп есептеп, Әл-Рият және Әл-Итихадпен болған матчтарға қатыспады. Абырой болғанда Садио Мане оның жоқтығын білдіртпей, Әл-Наср 2 матчта да жеңіске жетті. Осы тұста португалиялық футболшыға қолдау көрсеткендер көп болды. Тони Кросс Крироның арқасында адамдар Сауд Арабиясындағы футболға назар аударған, ал ол жақтағылар мұны бағаламай жатқан ашық айтты. Сондай-ақ Роналдуға клубтағы қызметкерлер мен ойыншыларға жалақының кешіктірілуі ұнамаған болатын. Клуб басшылығы тез арада бұл олқылықтың көзін жойды. Нәтижесінде 5 ақпан күні туған күнін тойлаған Криштиану жаттығуға қайтадан оралады. Португалиялық футболшы Азия чемпиондар лигасында Аркадакпен болатын матчқа қатыспайды. Есесіне Әл-Фатихпен болатын ойынға дайын болады. Қазір Әл-Хилал мен Әл-Насрдың арасын бір ғана ұпай бөліп тұр. Ал маусымның аяқталуына дейін әлі 16 тур бар. Демек, Роналдудың чемпион атануға деген мүмкіндігі мол. Гоуттың көптен күткен трофейге қол жеткізген қаласаң, видеоға лайк басып кет. Криштиану кез келген уақытта Әл-Насрдан кетуі мүмкін. Осы жолы бұған бәрінің көзі жетті. Бірақ саудиялық клубта еш уайым жоқ. Олар Роналду кеткен жағдайда Ливерпульде жолы болмай жүрген Мухаммед Салахты алуды жоспарлауда. Мысырлық шабуылшыға апталық жалақысы 1,4 миллион евроны құрайтын келісімшарт дайындап қойыпты. Роналдудың бойкот жасауына Әл-Насрдың осындай топ трансфер жасамай жүргенінде себеп болды. Саудиялық клуб Роналду кетпеген күннің өзінде Салахты қатарына қосу мүмкін. Бұл маусымда Ливерпуль футболшысының ойыны нашарлап кетті. Клубтағы болашағы да бұлыңғыр болып тұр. Роналду Әл-Насрдың үлкен жетістіктерге жету үшін Салах секілді ойыншылардың келгенін қалайды. Енді елестетіп көріңізші. Келесі маусымда Әл-Насрдың шабуылшысында Мане, Роналду, Салах триосы өнер көрсетуде. Бұларды тоқтату қорғаушыларға оңай болмайды. Осы аптаға жиналған жаңалықтардың легі осындай болды. Шетелден келген футбол жаңалықтарын қазақ тілінде тыңдағыңыз келсе, онда Шетел бол арнасына жазылуды ұмытпаңыз.